Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қатпарлы қытырлақ самса жасайтын боламыз. Ал қамырға керек ұн, жылы суға тұзды араластырып аламыз. Суымызға салып илейміз. Тестамыз кішкене қатылау болып шығады, сол себепті 20-30 минутқа пакетке салып қоямыз. Ол тұнығып тұрады. Енді тестамызды алып, тағы да бір илеп жібереміз. Осындай күшті, жұмсақ теста болып шығады. Ал 4 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін жайып шығамыз. Енді әрбір тестаның ортасына майды жағып, бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Жаңағы 4 тестамызды видеодағыдай майды жағып, үстіне қамырды қойып, енді барлығын ораймыз. Жаңағы 4-еуін сөйтіп, 2-ке бөліп, морозильникке 1 сағатқа саламыз, 41 сағатқа. Енді оған дейін начинкасын жасаймыз. Мен фарш алдым, сіздер болмаса етті турап салсаңыздар болады. Енді перец, тұз, приправаларды салып, холодильнигімізден тестамызды алып, жаямыз. Әдемірек шығу үшін осылай ортасынан шетіне қарай жаямыз. Ортасы қалыңдау болу керек. Сол кезде қытырлап шығады. Начинкамызды салып, 3 бұрышты формаға келтіреміз. Үстіне жұмыртқамызды қара күнжіттің орнына мен мак қолдандым. Енді духовкаға 180 градуста 30-40 минутта піседі. Ас болсын.